Алты жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мені қаланы дуалдан алып еді. Тұлпарым. Таңдар оны! Кету керек, Тайбұрау. Бүгін жолымыз болмады. Біреу келе жатыр, аға. Обыланды. Қалай ғана аман қалғаныңа таң қалып тұрмын. Мына ғажап тұлпар болмаса, құрып қалар едің. Бұл не шығарғаның? Жаудың ұясына бір өзің барып, не істемек едің, ә? Қазан ханның сазайын тартқызайын дедім. Қалай? Тартқыздың ба? Жоқ. Ғажап садағын керек кезде атпай қалды. Әрине. Ол садақ тек нағыз батырға көнеді деп қанша рет айттым. Иә, түсіндім. Батыр емес. Бар еңбегің зая кетті. Түкке тұрмайсың, Қобыланды. Балам, жүр, саған айтар әңгімем бар. Қатты кетсем, ренжіме балам. Нағыз батыр дегенім, алып, мерген, батыл болу ғана емес. Иә, есімде. Ерлік білекте емес, жүректе. Дұрыс. Нағыз батырдың жүрегі таза. Ерлігін адал ниетпен жасай, және еш күдіксіз, өзіне сеніп жүреді. Күдіксіз дедің бе? Қазан ханның көзіне тік қарағанымда, бір сәтке жүрегімде күдік пайда болды. Содан садақпен аталмай қалдым. Иә, өзімде тура сондай жағдайда болды. Ол қалай? Содан бері көп уақыт өтті. Елімізге жауыз Қазан хан келгенде, өзің сияқты жас батыр еді.
оның таусылмас әскерімен шайқасып, қырлы қалаға әрең жетті. Қазан ханға тек мына Садақтың шамасы келді. Менің міндетім дәлдеп ату еді. Өзімді асқан мерген нағыз батыр деп санаған еді. Бірақ шешуші сәтте күдік жеңіп, күшіме сенімім жетпей қалды. Оқ берік сауысқа қадалып тұрып қалды. Әйтеуір онысы да жеткілікті болды. Қазан ханды ұстап, қаладағы мұнараға қамады. Қазан ханды босатқан мен. Бұл менің кінәм. Оны қалай өтеймін, аға? Бұл сынақ, бала. Өзің таңдаған сынақ. Қорықпа. Оған да күшің жетеді.